тақырыбында ашық сабағымызды тарту етеміз. Кәнекей балалар, бүгінгі сабағымыз көңілді әрі сәтті өту үшін бір-біріміздің алақанымызды ұстап, жылы сөзімізді айтайық. Адина, сен мен үшін ерекшесің, сен сұлусың. Сен батысың, сен ақылдысың, сен жарайсың, сен мақтысың. Ерекше сөздер айтамыз балалар? Айтамын. Қанс? Сен жарайсың. Сен сұлусың. Сен әдемісің. Қатты айтамыз балалар? Сен батылсың. Сен жарайсың. Сен мұңлысың. Маған айтамын? Маған айтамын? Ең күштімін ба? Рахмет. Ал ендеше балалар, бүгінгі күнімізге сәттілік. Балалар, сендер білесіңдер, біз алдын ала 3 топқа бөлінген болатынбыз, Кәнекей, қазір әрқайсымыз өзіміздің тобымызға сәйкес белгіні алып, орнымызға отыра қояйық. Балалар, барлығымыз алдық па? Кәнекей белгімізді ыдысқа салып қоямыз. Кәнекей орнымыздан тұрмаймыз ба, балалар? Кәнекей орнымыздан тұрамыз. Қарап тұрамыз. Кәнекей топ басшылары өздерінің топтарының атымен таныстырып өтіңдер. Біздің тобымыз күйзей тобы, біздің тобымыз домбыра тобы, біздің тобымыз асық тобы. Осы 3 топқа да мен сәттілік тілеймін. Балалар, сендер білесіңдер, топтық жұмыс жасаған кезде топтық жұмыстың алтын ережесі болады. Кәнекей, сол ережені барлығымыз қайталап жіберейік. Біз біргеміз, уақытты бағалаймыз, сөйлесуді тыңдаймыз, ережені бұзбаймыз, нақты дәл жауап береміз. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыз күндегіден ерекше болмақшы. Өйткені бізге бүгін қонақтар келді. Және де балалар, біз сабағымызды ерекше өткізгіміз келеді, Енді сендерге бір ескерту. Барлықтарының қолдарында мынандай белгі бар. Сұрақ қойған кезде, сұраққа жауап берер алдында жай ғана көтереміз. Жарай ма? Сұраққа ереже бойынша топ
жауап беруге тырысамыз. Балалар, бүгін біз ана тілі сабағынан сендермен жаңа бөліммен танысатын боламыз. Яғни мәтін дегеніміз не? Сөйлем дегеніміз не? Және осы мәтінге байланысты жаңа тақырыппен танысатын боламыз. Енді, балалар, біз осы жаңа тақырыпты өтпес бұрын өткенге шолу жасайық. Қазір сендерге бірнеше сұрақтар қойылады және уақыт беріледі. Сендердің шапшаңдықтарыңды, сендердің алғырлықтарыңды, сұраққа дұрыс жауап берулеріңді тексеру үшін бірнеше сұрақ дайындап келдім. Жарайды, балалар. Ашылмаса, ендеше осындағы тұрған сұрақтарға жауап бере береміз. Жарай ма? Бірінші сұрақ. Төмендегі сөздердің ішінде тасымалданбайтыны нұсқалары: А. Ақ, Б. Айна, С. Манарбек. Осы сөздердің ішінде тасымалданбайтыны Гүлден. Қай сөз тасымалданбайды? Ақ сөзі. Неліктен? Өте жақсы, балалар. Кәнекей, тасымалдауға болмайтын сөздерге байланысты ережені кім айтып береді маған? Қай кезде сөз тасымалданбайды? Кім айтады? Қай кезде сөз тасымалданбайды? Бұл бір тесіп өткен тақырып қой. Қай кезде? Адина? Жазу, журнал. Жоқ, ол тасымалданатын. Қай кезде тасымалданбайды? Балалар, егер де сөзіміз бір ғана дауысты дыбыстан және де алдыңғы буыны бір ғана дауысты дыбыстан тұратын сөз тасымалданбайды. Балалар, еске түсіп қоямыз. Жарайсыңдар. Келесі сұрақ. Төмендегі сөздердің ішінде тасымалданатыны нұсқа: А. Пляж, Б. Ас, С. Бір. Қай сөз тасымалданады, Адия? Қатты айтамыз. Қай сөз? Пляж сөзі тасымалданады дейді. Балалар, дұрыс па? Иә. Қанекей тасымалдайықшы? Пляж. Өте жақсы. Ал енді қай кезде сөздер тасымалданады? Сөздер қай кезде тасымалданады? Енді ережені айтамыз. Қанекей? Нұрислам. Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Тасымалданбаған сөздердің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша қойылады. Өте жақсы, жарайсың, отыра ғой. Тағы да кім айтады? Қанекей? Амира? Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша қойылады. Өте жақсы, жарайсың. Тағы да қосыламыз, балалар. Қанекей? Айта ғой, Бекасыл. Қай кезде тасымалданады? Ескейді, буынға бөліне отырып, тасымалданады, е? Жарайсың. Бекасыл, жарайсың. Тағы да кім айтады? Насихан айтады. Жазу жолына сыймаған сөз буынға бөлініп тасымалданады. Тасымалданбаған сөздердің сызықша қойылады. Өте жақсы, жарайсың. Жарайды, балалар, барлықтарын білді келсіңдер, е? Жарайсыңдар. Енді мұқият тыңдаймыз. Үшінші сұрақ. Сенің сөзі, қараңдар, А нұсқасы жіңішке айтылатын сөз, жуан айтылатын сөз, дауысты дыбыстар дейді. Сенің сөзі қалай айтылады, балалар? Қанекей, Нұрдана? Сенің сөзі жіңішке болып айтылады. Өте жақсы, жарайсың. Қанекей, жіңішке айтылатын сөздер қай кезде жіңішке болып айтылады? Егер сөзде жіңішке
Өте жақсы, жарайсың. Ал енді келесі сұрақ, жарайсың балалар, сұрақтарға дұрыс жауап беріп жатсыңдар. Балапан сөзінде неше буын бар дейді? Ал қанки? Балапан сөзінде 3 Буын бар екен. Ал қанки? Балапан сөзін буынға бөлейікші? Жарайсыңдар балалар. Ал қанки сөздерді буынға қалай бөлінетін туралы ережені кім айтады? Білгеннен басқамыз қанки? Сөздер қай кезде буынға бөлінеді? Нұрислам? Сөзге қанша дауысты дыбыс болса, сөз сонша буынға бөлінеді. Айнам айта қошқан. Сөзге қанша дауысты болса, Дыбыс болса, сөз сонша буынға бөлінеді, жарайсың, өте жақсы. Ал, айта ғой. Сөзге қанша дауысты дыбыс болса, сөз сонша буынға бөлінеді. Жарайсың. Балалар, еске түсіріп жатырмыз, біз өткен тақырыптарындағы. Жарайсыңдар. Енді соңғы сұрақ балалар. Сенің сөзіңде неше дауысты дыбыс бар? Сенің сөзіңде неше дауысты дыбыс бар, Айнар Сұлтан? Сенің сөзінде Неше дауысты дыбыс бар? 2 дауысты. Екі дауысты дыбыс бар. Қандай? Сосын? Сенің 2 дауысты дыбыс бар екен. Жарайсың. Ал, жарайсың балалар. Сендер өткен тақырыпты жақсы меңгерген екенсіңдер. Ал, ендеше Сенің қандай тақырыпқа мәтін құрастыруың керек? Тақырып дейсіз бе? Иә, мәтінде не туралы айтылатынын көрсететін сөз мәтіннің тақырыбы болады. Яғни тақырып деген мәтіннің атауы. Мінеки балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз мәтін. Мәтін туралы неге ұл мен қыз түсіндіріп кетті, иә балалар? Қ дыбысы, балалар, бір ғана дыбыстан не істелмейді дейді? Мәтін құралмайды дейді. Дыбыстардан не құралады? Дыбыстардан білген сөз құралады. Сөздерден сөйлем құралады. Ал бірнеше байланысқан сөйлемдерден не құралады? Қазір ғана айтты. Мәтін құралады екен. Балалар, жарайсыңдар, мінеки көрдіңдер ма? Бірнеше байланысқан сөздерден құралған жиынтықты мәтін дейді екенбіз. Балалар, мәтіннің міндетті түрде тақырыбы болады екен. Мінеки, тақырыпсыз мәтін болмайды екен. Оның мағынасын білдіру үшін міндетті түрде тақырыбы болады. Одан кейін азат жолдан бастап жазылады екен. Тірек сөз қолданады екен. Одан кейін бар, негізгі ой білінеді екен. Мәтін не туралы айтылған? Басы болады, негізгі бөлімі, сосын соңғы бөлімі болады екен. Балалар, мәтін туралы алдағы уақытта бірнеше тапсырмалар орындай отырып, түсінігімізді ары қарай қамтитын боламыз. Енді кітаппен жұмыс жасаймыз. Балалар, бүгін бізге осы мәтін тақырыбында мұғалім деген өлең шумағы беріліпті. Мен қазір оқимын, мұқият тыңдап отырамыз. Мұғалім, білім алған өзіңнен, дәрігер, ұшқыш, не ғалым, саған ыстық сезіммен қарайды жұрт мұғалім.
Мен де өзіңді әрдайым қамқорым деп ұғамын, күліп атқан таңдайын, жарқынсың сен мұғалім. Балалар, мәтін не туралы айтып тұр, өлеңде не туралы айтып тұр? Мұғалім жайында екен, иә? Жарайсыңдар. Қазір енді балалар, барлығымыз сұқ саусағымызбен, иә, барлығымыз кітаптан ұстаймыз, бірге осы өлеңді оқимыз. Бастадық. Енді әр топтан бір-бір оқушыдан оқып шығыңдар. Кәнекей кім оқиды? Мариям. Дауысыңды шығарып.